магистратура Қазақстанда магистратурада дайындық екі бағыт бойынша жүреді дедік, е? Қазір әрқайсысына жеке-жеке тоқталғым келіп отыр. Жаңағы айырмашылығы не дегенде тек қана біріне докторантураға түсе алады, екіншісіне түсе алмайды деген емес. Солардың айырмашылығына, ерекшелігіне тоқталғым келіп отыр. Сонымен балалар, Қазақстанда магистратурада дайындық екі бағыт бойынша жүреді. Бейіндік дайындық 1-1,5 жыл. Солай ғой, е? Бейіндік дайындық 1-1,5 жыл. Ал ғылыми педагогикалық дайындық бойынша оқу мерзімі балалар 2 жыл. Сіздердің оқып жатқан дайындықтарыңыз ғылыми педагогикалық дайындық, яғни оқу мерзімі 2 жыл. Бар ғой? Кеттік ары қарай. Бейінді магистратура, жазайық. Бейінді магистратура терең кәсіби дайындықты меңгерген. Терең кәсіби дайындықты меңгерген. Терең кәсіби дайындықты меңгерген. Педагогика және психология салаларының мамандарын дайындайтын. Педагогика және психология салаларының мамандарын дайындайтын. Білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады. Так. Педагогика және психология салаларының мамандарын дайындайтын, білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады. Бейінді магистратураның білім беру бағдарламаларына, келесі сөйлем, бейінді магистратураның білім беру бағдарламаларына оқытудың қолданбалы сипаты тән. Оқытудың қолданбалы сипаты, қолданбалы дегеніміз прикладной. Оқытудың қолданбалы сипаты тән. Ары қарай өтірарыққа жалғастыра берейік. Бейіндік дайындық барысында магистранттар үлгеріп жатырмыз ба? Жақсы. Магистранттар өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі жетілдіруге өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі жетілдіруге өздігінен жаңа білімді шығармашылық меңгеру қабілетін қалыптастыруға шығармашылық меңгеру қабілетін қалыптастыруға кәсіби мәдениеттің жоғары деңгейін игеруге так, ары қарай нүктелі тұр арқылы жалғастырып отырмыз. Ұйымдастыру дағдыларына үйренуге және ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуге бағытталады. Так. Бұл бейіндік бағыт болды. Енді ғылыми педагогикалық дайындыққа көшейік. Яғни сіздердің дәріс алып жатқан, оқып жатқан бағыттарыңыз. Ғылыми педагогикалық дайындық барысында магистранттар кәсіби практикадан өтіп зерттеушілік іс-әрекетпен айналысады. Так. Зерттеушілік іс-әрекетпен айналысады. Мәселен, атап айтатын болсақ,
Білім алушылардың шетелдік тағылымдамадан өтуі, білім алушылардың шетелдік тағылымдамадан өтуі, так, шетелдік тағылымдамадан өтуі, қос диплом алу, өтірі арқылы жалғастырайық. Академиялық ұтқырлық бойынша бағдарламаларды жүзеге асыру қарастырылған. Академиялық ұтқырлық бойынша. Сіздерде академиялық ұтқырлықпен бір бала оқып жатыр, Түркияда? Солай ғой? Академиялық ұтқырлық бойынша бағдарламаларды жүзеге асыру қарастырылған. Так. Оның барысында өткен ғылыми педагогикалық дайындықтың барысы ғой, балалар. Оның барысында жоғары білім берудің парадигмасы, үлгеріп жатырмыз ба? Жоғары білім берудің парадигмасы, teaching форматында, teaching ағылшын тілінде, teaching форматында оқытудан, teacher деген, мұғалім деген сөзден, teaching форматында оқытудан, learning форматына қарай өзгерді. Learning форматына қарай өзгерді. Learning деген қалай аударамыз, қыздар? Оқу. Дұрыс айтасыз. Электронды e-learning дегенде бағдарламалар білесіздер бар. Қазіргі таңда адамды оқытпайды, керісінше адамның өзі оқиды. Әйгерім, дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда адамды оқытпайды деген тырнақша аламыз ғой бұл сөздерді. Керісінше адамның өзі оқиды. Осы парадигманың шеңберінде, қорытындылайық ойымызды, осы парадигманың шеңберінде адамның өмір бойы оқуы жүзеге асып, ал жоғары оқу орындары белгілі шеңберде оның қызығушылықтарына сәйкес көмек береді. Қызығушылықтарына сәйкес көмек береді. Бар ма? Жақсы. Ары қарай, абзац. Болашақ маманның кәсіби қызметке араласуы, барысында жетістіктерге жетуі, оның ғылыми зерттеушілік дағдыларының қаншалықты қалыптасқандығына тәуелді. Оның, яғни сіздердің ғой, ғылыми зерттеушілік дағдыларының қаншалықты қалыптасқандығына тәуелді. Тәуелді. Осы ретте, үлгеріп жатырмыз ба, балалар? Жақсы. Осы ретте, магистранттардың ғылыми зерттеу жұмысын, МГЗЖ деп қысқартып жүрміз, е? Магистранттардың ғылыми зерттеу жұмысын, ғылыми зерттеу практикасы маңызды орын алады. Сіздер ғылыми зерттеу практикасынан өттіңіздер ғой, деме? Өтіп жүрген жоқ педіңіздер? Бірінші семестрде, Жақсы. Так, жақсы. Ары қарай. Так, маңызды орын алады. Ары қарай кеттік. 40 минуттан кейін бітіп қала беретін дүние болған ба деймін? Магистранттардың ғылыми зерттеу жұмысы МГЗЖ деп қысқартып қойсаңыздар болады бас әріппен. Магистранттардың ғылыми зерттеу жұмысы магистранттардың оқу зерттеу және оқудан тыс
магистранттардың оқу зерттеу және оқудан тыс ғылыми зерттеу жұмыстарымен бірге оқу зерттеу және оқудан тыс ғылыми зерттеу жұмыстарымен бірге ғылыми ұйымдастыру жұмыстарының синтезін құрайды. Ғылыми зерттеу жұмыстарымен бірге ғылыми ұйымдастыру жұмыстарының синтезін құрайды.